Армысыңдар құрметті көрермен, сіздермен бірге Асем және өмір құпиясы арнасында жаңа авторлық әңгіме. 1957 жыл. Жұлдызкент қаласы, Бейнеорда. 5-ші үлкен шаң басқан түсірілім алаңындағы қапырықтан әртістердің бетіндегі әрлеулері еріп барады. Күйіп тұрған жарық шамдардың, жарық берушілердің арзан шылымының және тәтті опаның иісі мұрын жарады. Жылдың басты туындысы «Шалғайдағы құпия» атты тыңшылық хикаясының соңғы бөлімі түсіріліп жатыр. Алаңда өлі тыныштық. Тек таспаның дөңгелегі айналып, біреудің тағдырын үнсіз жазып жатқаны ғана естіледі. Шетелдік тыңшының сәнді бөлмесін бейнелейтін көріністің ортасында екі адам тұр. Ол Ақбаян. Ертең-ақ еліміздің барлық басылымдарының бетін сәндейтін жас бикеш. Үстінде қара кешкі көйлек, мойнында жасанды меруерт моншақ. Ол тым сұлу, бірақ бұл сұлулық сескендіреді. Тұла бойы мұздай суық, жансыз мүсіндей. Қолында қара алтатар. Оған қарсы тұрған Ерболған, атағы жер жарған режиссер. 3 дүркін мемлекеттік сыйлықтың иегері. Ол паңдығы соншалық, басты зұлым кейіпкерді өзі ойнағысы келді. Үстінде ақ сымбатты киім, қолында сусыны бар кесе. Ол мәдениет уәзірлігіндегі хатшы қыздарды естен тандыратын баяғы жымиысымен күлімсірейді. Достар, желі жүйелері біздің бейнебаянды жасыруға тырысуда. Сіздердің қолдауларыңыз сол бір зұлмат заманның шындығын жеткізудің жалғыз жолы. Арнаға тіркеліңіздер. Рахмет. Ал біз жалғастырамыз. «Ат, қарағым!» деп айғайлады ол. Бұл жазуда жоқ еді, бірақ өте әсерлі естілді. «Маған ашуыңды көрсет, өшпенділігіңді көрсет. Сен мені өлтіргің келеді, мен оны көздерінен көріп тұрмын». Ақбаян ауыр алтатарды көтерді. Қолы дірілдеген жоқ. Көзінде ешқандай сезім жоқ, тек мұздай суықтық. Ол шүріппені басты. Тас. Жабық алаңдағы атыс дауысы құлақ жарарлықтай болды. Ерболған тоқ соққандай сілкініп кетті. Оның аппақ жейдесінде дәл сол қара ниетті жүрегі тұсында қызыл гүл ашылғандай болды. Бұл қойылымда қолданылатын жасанды бояу емес, қою қара қан еді. Режиссер ауа жетпей кілем үстіне құлады. Бейне жазушы тоқтатпай түсіріп жатыр. Ешкім көмекке ұмтылмады. Бәрі ғажап, қалай шынайы ойнайды деп ойлады. Тек дененің астынан қан жайыла бастағанда ғана біреу жаны шыра айғай салды. Достар, бүгін біз сіздерге сахнадағы өлімнің қалай шындыққа айналғаны туралы баяндаймыз. Тағдыры талқандалған, бірақ сол сынықтары өзгелерді осылай жаралайтынын ешкім ескермеген арудың хикаясы. Бұл оқтың не үшін атылғанын түсіну үшін біз басына оралуымыз керек. Ақбаян атақты елшінің немесе білімді ғалымның қызы емес еді. Ол қала шетіндегі жұмысшылар тұратын ауданның асфальтын жарып шыққан гүл секілді болатын. Темір қазық зауытының маңындағы ескі барақта тұрды. Ұзын дәліз, ашыған көженің иісі, үнемі мас көшілер, демалыс күндері болатын төбелес және 40 адамға ортақ бір жуынатын бөлме. Бірақ Ақбаян басқаша еді. Жаратқан иеміз кедей ауланың қызына ақсүйектердің келбетін сыйлаған. Нәзік жүз, мөсер алдындағы аспан түстес үлкен көздер және жібек киімге арналған мүсін. Ол тігін шеберханасында жұмыс істеп, таңнан кешке дейін сұр киімдер тігетін. Ал түнде өзінің кішкентай бөлмесіне тығылып, Абайдың қара сөздерін оқып, сахналық мәтіндерді жаттайтын. Ол өнерді армандады. Ол үшін көгілдір экран адамдар бір тиын үшін таласпайтын. Ерлер сыпайы, әйелдер бақытты болатын басқа әлем еді. Ақбаян барлық тапқан табысын матаға жұмсайтын. Ол ескі бедерлі басылымдардағы үлгілерге қарап, өзіне көйлек тігіп алатын. Ол көшемен жүргенде жұмысшылар мойнын бұрып қарайтын. Ал ауладағы кемпірлер, «Қарашы, қалай киініп алған?» деп сыбырласатын. Бірақ ол ештеңе естімейтін. Ол сынақтарға баратын. Бейнеорда алынбайтын қамал сияқты еді. Ақбаян жылдар бойы табалдырық тоздырды. Ол қосалқы топқа қосылу үшін кезекте тұрды. Көмекшілердің дөрекілігіне шыдады. Ерін бояуын сатып алу үшін аш жүрді. Оған барлық жерде келбетің келіскен, бірақ қолдаушың жоқ. Мұнда тек таныстар жұмыс істейді, зауытына бар дейтін. Бірақ ол берілмеді. Ол өз сәтінің келетінін білді. Тек сол жарқыраған әлемге кіру үшін қандай ауыр құн төлейтінін білмеген еді.
Тағдыр оған Күміспел қаласындағы өнер мекенінің дәлізінде кезікті. Ақбаян шаршаған, қарны аш. Қолында тек бір үзім наны бар сөмкесін қысып, орындықта отырған. Есік ашылып ол шықты. Ерболған. Оның жасы 50 деді. Даңқы артып, күш қуаты тасып тұрған шағы. Шет елдің қымбат матасынан тігілген костюм киген, үстінен қымбат иіссу мен таза темекінің иісі аңқыған ол, дәлізбен әлемнің қожайынындай басып келе жатты. Артында көмекшілері мен жағымпаздары еріп жүр. Ерболған кезекте тұрған қыздарға немқұрайлы көз тастады. Ол үшін бұлар тек қосалқы топтың адамдары еді. Бірақ кенет оның жанары Ақбаянға түсті. Ол тоқтап қалды. Соңындағылар да сілейіп тұрып қалды. Ерболған оған жақындап, оның иегінен өктемдікпен көтерді. «Кімсің?» деп сұрады ол. Оның дауысы жуан, барқыттай жұмсақ. Бірақ әмір жүргізуге үйренген еді. «Ақбаян», деп жауап берді ол бәсең дауыспен, жанарын тайдырмастан. «Ақбаян», деп созды ол есінді. «Көздерім жақсы екен. Оларда мұң мен аштық бар. Маған дәл осы аштық керек». Ол көмекшісіне бұрылып, «Мұны шалғайдағы құпия туындысындағы басты рөлге жазып қой», деді. Жұрт аң-таң болды. Бұл нағыз керемет еді. Күлше қыздың бағы жанғандай көрінді. Бірақ Ерболған жақсы адам емес еді. Ол пәк арулардың тағдырымен қоректенетін айдаһар іспеттес болатын. Ол қыздың құлағына еңкейіп, ешкім естімейтіндей етіп сыбырлады. «Бүгін кешке Алтын жағалаудағы зәулім үй, 32-ші пәтер. Жеке сынақ болады. Кешікпе. Және үстіне шешуге оңай бірдеңе киіп кел. Дәл қазір арнаға тіркеліп, ұнату белгісін басыңыз. Бұл бізге мұрағаттарда жасалған шындықты айтуды жалғастыруға көмектеседі. Жасадыңыз ба? Рахмет». Ақбаян зәулім ғимараттың алдында тұрды. Алтын жағалаудағы бұл үй Жұлдызкент қаласының үстінен айбынды сарайдай төніп тұрғандай еді. Мұнда тек таңдаулылар, қолбасшылар, халық әртістері мен ғұлама ғалымдар тұратын. Терезелерден жылы әрі тоқшылықтың сәулесі төгіледі. Ақбаянның жүрегі торға түскен құстай тулап жатты. Ол бұл сынақтың не екенін жақсы түсінді. Ол аңқау емес еді. Бірақ бұл оның жалғыз мүмкіндігі екенін де сезді. Егер қазір кетіп қалса, ертең тағы да зейнетке дейін шеберханада киім тігіп өтеді. Ол ішке кірді. Мәрмәр тастар, кілемдер және оған жеркенішпен қараса да, тізінде болған соң өткізген күзетші әйел. Көтергіш оны көкке, аспан әлеміне алып шықты. Есікті Ерболғанның өзі ашты. Үстінде жібек шапан. Пәтердің ішінен адамды мас қылатын француз иіссулары мен қымбат сусындардың иісі шығады. «Кір, менің шабытым», деп жымиды ол. Пәтер өте кең. Іші көне жәдігерлерге толы еді. Бірақ Ақбаянды басқа нәрсе таңғалдырды. Қонақ бөлмеде дастархан жайылған. Шамдар жағылып, шетелдік әуен ойнап тұр. Бұл әуенде елде ресми түрде тыйым салынғанымен, шонжарлар оны жақсы көретін. Бөлмеде тағы 2 ер адам бар екен. Бірі суық жанарлы, тақырбас атақты бейне жазушы Тасболат. Екіншісі Ерболғанның сүйікті шәкірті, жас әртіс. «Қысылма», деді режиссер оған, кесеге сусын құйып жатып. «Біз өнер адамымыз. Бізде ешқандай қысылу болмау керек. Бұл рөлді сомдау үшін сен толықтай ашылуың керек. Бойындағы ұятты өлтіруің қажет». Ақбаян сусыннан бір ұрттады. Оның дәмі ащы екен. Тұзақ жабылды. Сол түні Алтын жағалаудағы пәтерде болған жағдайды сынақ деп атауға келмейтін. Бұл ақ ниетті құрбандыққа шалу рәсімі еді. Ерболған мен оның достарына тектен керек еместі. Оларға таза жанды лайға итеріп, оның көзіндегі нұрдың қалай сөнгенін тамашалау керек болды. «Сен тыңшының рөлін ойнайсың», деді Ерболған қолына бейнекамерасын алып, бөлме ішінде ары-бері жүріп. Тыңшы бәрін істей білуі керек. Ол отан үшін намысында құрбан етуге дайын болуы тиіс. Қане, маған сезіміңді көрсет. Олар оны қорлап, адам айтқысыз істерге мәжбүрледі. Соның бәрін таспаға түсіріп алды. «Жеке жинақ үшін», деп күлді Тасболат. Ақбаян алғашында жылады. Жіберуін өтінді.
киім қарсыласуға тырысты. Сонда Ерболған оның бетінен тартып жіберді. Сен жай ғана балшықсың деп айғайлады ол. Аяқ астындағы лайсың. Мен сенен мүсін жасап жатырмын. Шыда, өнер құрбандықты талап етеді. Ол шыдады. Бір сәтте оның ішінде бірдеңе үзіліп кеткендей болды. Ауырсыну мен ұят сезімі ғайып болып, орнына сымылдаған бостық келді. Ол олардың бұйрықтарын жансыз қуыршақтай орындады. Ол өзіне сырттай қарап тұрғандай болды. Анау мына хайуандар қорлап жатқан Ақбаянның тәні. Ал оның жаны терезе сыртында отырып түнгі қалаға қарап тұрғандай. Таңға жоқ Ерболған оның көйлегінің үстіне бір бума ақша лақтырды. Жарайсың, өттің. Ертең Бейнеордаға кел. Және ұмытпа, мына таспа менде. Егер артық қимыл жасасаң, бүкіл ел сенің қандай талантты екеніңді көреді. Келесі күні Ақбаян жұмысқа келгенде әрлеушілер жағаларын ұстады. Көзінің асты қарайып, мойнындағы дақтар опаның астынан білініп тұреді. Бірақ оның жанары өзгерген. Ондағы қызға тән нәзіктік жоғалып, қақпанға түскен қасқырдың суық көзқарасы пайда болған. Сүрлім басталды. Ақбаян ғажап ойнады. Оған мұңды бейнелеудің қажеті жоқ еді. Ол сол мұңның ішінде өмір сүріп жатты. Ерболған алаңда сол бір түн болмағандай кейіп танытты. Керісінше, ол сол жағдайды қызды басқару құралына айналдырды. Жұрттың көзінше оны қорлайтын. Сенбеспін, деп айғайлайтын ол ұлғайтқышпен. Сен боссың, сені қоқыстан тауып алдым. Маған шын сезім бер. Әйтпесе, сені зауытына қайта қуамын. Бұған бүкіл сүлім тобы куә болды. Бейне жазушылар көздерін тайдырып, өзгелер сыбырласып жүрсе де, ешкім ара түскен жоқ. Ерболған олар үшін құдай іспеттеседі. Онымен ренжісу мансапқа балта шабумен тең болатын. Бәрі үнсіз қалуымен бұл қылмысқа ортақтасты. Ақбаян да үнсіз қалды. Ол тек басын изеп, жасын жұтып, кезекті көріністі орындай берді. Бірақ түнде ол ұйықтамайтын. Төсегінде отырып, өз қолына қарайтын. Мен оны өлтіремін деп ойлады ол. Қалай және қашан екенін білмейді. Бірақ оның бетіндегі әлгі келемеш күлкіні өшіретініне серт берді. Тағдыр оның бұл ойын естігендей оған мүмкіндік берді. Туындының соңғы бөліміне өзгерістер енгізілді. Бастапқыда тұңшығы өлуі керек еді. Бірақ өзіне мастанған Ерболған сомын өзгертті. Басты жауды өзім ойнаймын, деді ол. Сомында кейіпкер қыз мені өлтіруі тиіс. Бұл нышан болады. Сұлулық зұлымдықты жеңеді. Ол өзінің өлім үкіміне қол қойғанын білмеді. Ақбаян дайындала бастады. Ол қару-жарақ қоймасына жиі баратын болды. Онда соғыс ардагері қолы алтын Баужан аға жұмыс істейтін. Ол Бейнеордадағы Ақбаянды аяйтын жалғыз адам еді. Оның сөнген жанарын көріп, кейде шаймен намыснатын. Қинап жүрме, деп сұрады ол бірде ескі алтатарды тазалап жатып. Шыдауға болады, Баужан аға, деді Ақбаян қаруға қарап. Мынау нағыз тапанша ма? Нағыз айналайын. Соғыстан қалған. 1910 жылғы жауынгерлік қару ғой. Тек шүріппесі егелген. Оқтары бос. Бірақ күрсілдеген дауысы аспан жарады. Ал егер нағыз оқ салса, атыла ма? Баужан аға көзілдірігінің үстінен оған қарады. Шүріппесін ауыстырса атылады. Менің темір сандығымда ірі көріністер үшін арналған қосалқы бөлшек жатыр. Саған ол не үшін керек? Жай ғана, рөлді жақсырақ түсіну үшін, құрылымын білгім келеді. Баужан аға күрсінді. Ол қарт әрі жалғыз басты адам еді. Оған жас сұлудың назар аударған ұнайтын. Ол қызға алтатарды бөлшектеуді және жинауды үйрете бастады. Бос оқ пен ажал себетін нағыз оқты қалай ажырату керектігін көрсетті. Бос оқтың шеті бүрілген, ал жауынгерлік оқ ауыр қорғасынды өлім. Ақбаян бәрін тыңдап, жадына тоқып алды. Шешуші түсірілім күні. Алаңдағы жағдай ширғып тұрды. Шиеленісті жоғалтпау үшін бәрін бірден түсіруге бел байлады. Ерболғанның екпіні қатты еді. Жарық берушілерге айғайлап, киім үлгісін жасаушыны жылапты. Ол өзін әлемнің патшасындай сезінді. Ақбаян алаңға бәрінен бұрын келді. Ол Баужан ағаның кеше кешкісін ащы судан ұрттап, қазір демалыс бөлмесінде ұйықтап жатқанын білетін.
Темір сандық ашық қалған. Қарт адам өздеріне сенетін. Ақбаянның қолдары білікті емшідей жылдам әрі дәл қимылдады. Ол бүгінгі көрініске арналған қару-жарақ салынған қорапты тапты. Міне, 6 атар. Ішінде 6 бос оқ бар. Ол қалтасынан осыдан 1 апта бұрын Бауыржан ағадан ұрлап алған затын шығарды. Бір нағыз оқ және қосалқы шүріппе. Ауыстыруға 2 минут кетті. Ол бір бос оқты алып тастап, орнына нағыз оқты салды. Оқтың иясын айналдырып жіберді. Бұл тәуекел ойыны. Бірақ ол оқтың қай кезде атылатынын дәл білді. Ол жаттыққан болатын. Қаруды қайтадан барқыт жастықшаның үстіне қойды. 1 сағаттан кейін көмекші келіп қаруды алып, түсірілім алаңына алып кетті. Ақбаян көріністің көлеңкесінде тұрып бақылап тұрды. Жүрегі бір қалыпты соғып тұр. Қорқыныш жоқ. Тек алдағы сәтті күту ғана бар. Міне, біз қайтадан түсірілім алаңындамыз. Жарық көзді қарқырады. Тым ыстық. Бастаймыз, деп айғайлады көмекші. Соңғы көрініс. 1-ші түсірілім. Ерболған кадрға кірді. Ол зұлым кейіпкердің рөлінде өте сұсты көрінеді. Сен мені жеңем деп ойладың ба? Деді ол Ақбаянға жақындап, өз мәтінін айтып. Сен менің ойынымдағы жай ғана қуыршақсың. Мен жіпті тартамын, сен билейсің. Ақбаян біледі, бұл жазудағы сөздер емес. Бұл оның өзіне айтып тұрғаны. Сол бір түнді, таспаның әлі де өзінде екенін, оның мәңгілік құлы болып қалатынын есіне салуы. Ақбаянның ішінде мұздай қаһар толқыны көтерілді. Жоқ, деді ол. Оның дауысы төмен әрі сескендірерлік естілді. Ойын аяқталды. Ол үстелдің үстінен 6 атарды жұлып алды. Металдың ауырлығы қолды жағымды салқындыққа бөледі. Ерболған күлді. Қане ат, әлде батылың жетпей ме? Сен менсіз ешкім емессің, бос орынсың. Ол тым жақын келді. Тапаншаның аузы дәл оның кеудесіне тірелді. Ақбаян оның көздерін көрді. Онда жеңіс пен менсінбеушілік бар еді. Ол қазір жай ғана дыбыс шығып түтін бұрқырайды. Сосын мен әдемі құлаймын деп сенімді болды. Ақбаян шүріппені басқанда оқ иясының қалай айналғанын көрді. Сарт. Нағыз оқ ұңғының тұсына келді. Өл, деп сыбырлады ол, ернімен ғана, және шүріппені басты. Атылған оқтың дауысы айналаны тітіркендірді. Жарты метр жерден атылған оқ кеудесін тесіп өтіп, жүрегін талқандап, арқасына шықты. Түсірілім алаңы қан мен дене бөлшектеріне толды. Ерболған сілейіп тұрып қалды. Оның жүзінде таңғалыс пайда болды. Ол жейдесіндегі жайылып бара жатқан қызылдаққа қарады. Бірдеңе айтқысы келді, бірақ аузынан қан сау етті. Ол Ақбаянның көйлегіне жабысып, қанды іздер қалдырып тізерлеп құлады. Сосын етбетінен түсті. Тоқта, түсірілді, деп айғайлады ештеңе түсінбеген көмекші. Ғажап шықты. Түсірілім тобы шапалақ ұра бастады. Бірақ режиссердің денесінің астындағы қан көлшігін көргенде бәрі тына қалды. Дәрігер шақырыңдар, ол жараланды, деп айғайлады әрлеуші қыз. Әбігер басталды. Біреу телефонға жүгірді, біреу есінен танып құлады. Ақбаян қозғалмай тұр. Ол тапаншаны төмен түсірді. Ол өзін қорлаған жанның денесіне қарап, иығынан ауыр тас түскендей жеңілдік сезінді. Ол жымиды. Тәртіп сақшылары, сосын қауіпсіздік қызметінің адамдары келді. Бейнеорда қоршауға алынды. Ақбаянды кісендеп алып кетті. Ол қарсыласқан жоқ. Тергеу кезінде үнсіз қалды. Ол тергеушінің жүзіне қарап, өзінің қорқынышты әрі бақытты жымиысымен күлімсіреп отырды. Мен тек кейіпкердің күйіне ендім, деді ол сотта. Мен кейіпкерімді солай сезіндім. Оқтың нағыз екенін білмедім. Сараптама тапаншаның қайта жасалғанын көрсетті. Бірақ оны Ақбаянның істегенін дәлелдей алмады. Бауыржан аға темір тордан сескеніп, мас күйінде оқтарды байқаусызда өзі ауыстырып алғанын айтып, бар айыпты ішімдікке жапты. Мәселе тез арада жабылды.
Кеңес одағының атақты режиссерінің өлімі туралы шудың ел басшылығына еш керегі болмады. Ресми нұсқа бойынша бұл түсірілім алаңындағы жазатайым оқиға және қару-жараққа жауаптылардың салғырттығы деп жарияланды. Ақбаянды есінен ауысқан деп таныды. Оны Арқатөбе қаласының маңындағы жабық жүйте ауруханасына жіберді. Ол өмірінің соңына дейін сол жерде қалды. Айтуларға қарағанда, ол өлгенше өзін ұлы әртіс санап, күн сайын аурухана қызметкерлерінің алдында әлгі соңғы өлім көрінісін ойнап беретін көрінеді. Шалғайдағы құпия туындысы 2 жылдан кейін үлкен экрандарға шықты. Өлім көрінісін басқа әртіспен қайта түсірді. Бірақ нағыз өлім, тіркелген таспа жоғалып кеткен жоқ. Ол қауіпсіздік қызметінің ең құпия мұрағаттарында қалды. Достар, өнер құрбандықты талап етеді дейді. Бірақ кейде құрбан болғандар кек алу өнерін таңдайды. Ерболған өзін осы өмірдің режиссерімін деп ойлады. Бірақ кез келген туындының соңы күтпеген жерден аяқталуы мүмкін екенін ұмытып кетті. Ал сіз қалай ойлайсыз? Ақбаянның талқандалған тағдыры осы кекке тұрарлық па еді? Әлде заң күштілердің жағында болса да, жауыздықты тек заңмен жазалау керек пе? Ойларыңызды төмендегі түсініктемеде жазып кетіңіздер. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.